Ассалаумағалейкум баршаңызға, үй күйім алжандарыңыз аман ба? Көптеген қойылатын сұрақтардың біріне, мыңдаған сұрақтардың біріне осы бір видеомен жауап бермекші едім. Жалпы көктем шығып келе жатыр, үй бастайды деп қаншама адамдар ниеттеніп жатыр. Алла істеріңізге жеңілдік берсін, үйлеріңізді аман-есен бітіріп алыңыздар. Енді үйдің қабырғасын қандай кірпіштен қалаймыз? Қай кірпішпен қалаған тиімдірек болады, қай кірпішпен қалаған сапалырақ болады? Соған бір қысқаша ғана обзор жасамақшы едім. Ең бірінші кезекте бізде мынау қызыл кірпіш, күйген кірпіш. Кірпіштердің ішіндегі осы кірпіштердің ішінде ең қарты бұрыннан келе жатқан. Жалпы габариттеріне келетін болсақ, биіктігі 6 см, ұзындығы 25 см, ені 12 см болады. Қызыл кірпіш қалаған кезде, кейбір адамдар осылай 1,5 кірпіш қылып қалайды. Егер шамаларыңыз келіп жатса, 2 кірпіш қылып қаласаңыздар, онда тіпті жақсы. 1,5 кірпіш мысалы 38 см болатын болса, 2 кірпіш 20 см болады. Онда ешқандай утеплениенің қажет жоқ, бірден штукатурка жасай бересіздер. Енді осы қызыл кірпіш құйған кезде колонна құю міндетті ме, міндетті емес пе деген сұрақ туындап жатады. Егер таулы аймақта тұрмасаңыздар, Алматы, Жамбыл деген сияқты, Жамбыл облысы, Алматы облысы деген сияқты, онда колоннасыз бір этаж үйді істей берсеңіздер, қалай берсеңіздер болады. Бірақ әр 8 қатар сайын кладочный сетка салып тұру керек. Егер таулы аймақтарда тұратын болсаңыздар, жер сілкіну қаупі бар болатын болса, онда колонна міндетті түрде құйылу керек. Қызыл кірпішке колонна перемичка, жалпы сейсмопояс құйған кезде 3 см кірін қылып құясыздар, мынаяқтан 3 см қалдырып кетесіздер. Кейін осы 3 см-ді кетікті тройка пеноплекспен обшивать етіп, пеноплекстің сыртын бүдірлеп, содан кейін барып жаңағы штукатурный сетка тартып, сыртын штукатурка жасап жібересіздер. Осы 1,5 кірпішпен оңтүстік аймақта үй соғуға болады. Солтүстік аймақтарға 1,5 кірпіш аздық етеді. 2 кірпіш соқсаңыздар, тіптен тамаша. Егер 1,5 кірпіш соғатын болсаңыздар солтүстікке, онда сыртына утепление жасау керек болады. Оңтүстік аймақтарда егер 2 кірпішпен солсаңыздар, шамаларыңыз жетіп жатса, онда осы тіпті тамаша болады негізі. Енді адгезияға келетін болсақ, қызыл кірпішті жалпы қандай штукатурка істейміз дейді. Адгезиясы өте тамаша бұның, адгезиясы өте тамаша. Кез келген штукатурка жабыса береді. Гипсовый штукатурка, цемент құм штукатурка, еш қорықпай штукатурка істей бересіздер. Енді бұяққа ең мән беретін заттардың бірі, бұны енді тұзы шығып кетіп жатады ғой. Кірпішті алар кезде сұрастырыңыздар, қай зауыттан аласыздар. Олар топырақты қай жақтан алып жатыр. Тұзы кейін егер сорлы топырақ болатын болса, соры бар топырақ болатын болса, штукатурканың бетіне шығып кетеді, мазаларыңызды алады. Егер сіздер осы тағы бір айта кетейін дегенім, қызыл кірпіштен уже үйді қалап қойған болатын болсаңыздар, сыртына тұзы шығып кетіп жатқан жағдайда медный купорос дейді ғой, бұрынғы тотияйн дейді ғой малға беретін. Сондай медный купороспен обработка жасаңыздар. Бір столовый ложкасын 10 литр суға құйып, бетін не қылу керек, щеткамен жүріп өту керек. Бұл осы ортасында айта кетейін деп жатқаным. Кладкаға кәдімгі құм, кварцевый құм. 4-ке 1 цементпен араластырып жасайсыздар. Кейбір адамдар балшықпен енді қалап жатады. Балшықпен қалауға болады, балшықпен жылы болады, бірақ енді сапасы осы құммен қалағандай болмайды, құм цементпен қалағандай болмайды. Жалпы қызыл кірпіш туралы осы. Бұның енді ағасы бар, 1,5 кірпіш. Полуторка деп атайды. Оның габариттері тура осымен бірдей 12-25, бірақ оның биіктігі 9 см болады. О да 3 тесік, 19 тесік болады. Негізі 19 тесіктігі жақсы, 3 тесіктігі сынғыш келеді. Тағы да бір айта кетейін деп жатқаным, жаңа кірпішті алар кезде мән беріңіздер. Кірпіш егер көкшіл болатын болса, көкшіл болады ғой, балқып кеткенше. Бірін-біріне ұрған кезде шың-шың деп дауыс шығып тұрады ғой, шишаның дауысы сияқты. Ондай кірпіштер салқын болады. Ол қатты күйіп кеткен кірпіш. Екінші бір мәселе печенье деп айтады, печенье деп. Толық күймей қалған кірпіш. Соған да мән беріңіздер. Ол кішкене сарғыштау болып тұрады. Ондай кірпіштер самосвалмен аударған кезде бой көп болады. Сынғыш келеді. Бірнеше кірпіштер камазбен келіп төккен кезде бірнеше бөлікке бөлініп кетеді. Келесі кезекте көп қойылатын сұрақтарымызды полистирол блок. Жалпы қалай кірпіш сапасы жақсы ма деген жаңа сұрақтар келіп жатады. Жалпы осы полистирол блок, газоблок, пеноблоктан қараған кезде сапасы өте жақсы, маған тамаша ұнады негізі. Былтыр полистирол блокпен өзім бір времянка соғып бердім бір кісіге. Қазірде бір полистирол блоктан соғып жатқан үйдің ішіне отделка істеп жатыр, жылулығы өте керемет. Габариттері 20, 30, 60 болады. Мынау бізде қазір 50 см. Сыртқы қабырғаны 30 қылып қалаймыз. Сыртқы қабырғаны 30 см қылып қалаймыз. Оңтүстік аймақтарға жетеді, тамаша керемет. Солтүстік аймақ 30 қылып қалап,
сыртынан облицовка өрсеңіздер де болады. Фундамент құйған кезде қалыңырақ қалдырып кетіп. Енді солтүстікте 30 қылып қалып, ортасына утепление салып, каменный вата болсын, пеноплекс болсын, сыртынан облицовка істесеңіздер де болады. Перегородкаларды 20 қалаймыз. Перегородкаларды 20 қалаймыз. Егер кірпіш барлық технологиялық жағдайлар сақталынып құйған болатын болса, өте керемет. Негізі качествосы. Ұрсаңыздар сынбайды. Біз жалпы кірпіш алдық қой, ешқандай кірпіш бой болған жоқ, ішері мұжылған жоқ. Бұл жаңағы цехтарға барған кезде көріңіздер, көлеңкеде кептірілу керек, жалпы дұрыс араласу керек, химиялар дұрыс қосылу керек, СДО деген химия қосылады. Тағы көп қойылатын сұрақтардың бірі, полистирол блокпен үй қалаған кезде колонна құю міндетті ма? Полистирол блокпен бір этажды үй соқсаңыздар да, екі этажды үй соқсаңыздар да колонна құю міндетті түрде. Міндетті түрде колонна құясыздар. Енді адгезиясына келетін болсақ, полистирол блоктың ішіне желательно гипсовый штукатурка өтіңіздер бірден. Сырты егер тегіс болмаса жаңағы жіптартасыздар, бір жағын тегіс қыласыздар, геометриялар дұрыс болмаса, сложный штукатуркамен де жасауға болады, бірақ сыртынан бетонна контакт шашу керек. Бетонна контакт шашу керек. Арнайы грунтовка, кварцев основада. Ол адгезияны күшейтеді. Егер бетонна контакт шашпаймын десеңіздер, бір беті сәл бүдірлеу болады, осының. Шыршағы дейді, ол бүдірлеу болады. Осы бетіне сложный штукатурка істеңіздер да, ана глянцевый беті, жылтыр бетіне, ішке қаратыңыздардағы бұл бетіне грунтовать етіп, бірден гипсовый штукатурка істеңіздер. Енді келесі кезекте бізде пескоблок, бір жақтарда сплиттерный блок деп атайды, бір жақтарда шлакоблок деп атайды, бізде пескоблок деп атайды. Жалпы осы кірпіштердің ең арзаны. СТО, магазин, қора соғуға таптырмайтын кірпіш. Енді бұдан үй соғуға бола ма деген сұрақ туындап жатады. Бұдан үй соғуға болады, сыртынан утепление жасасаңыздар. Екі түрде істеуге болады. Сыртқы қабырғалы, сыртынан бірден утепление жасауға болады. Бірақ барлық жағдайларды сақтап, сыртынан бірден утепление жасауға барлық жағдайларды сақтап, түсқамас үшін. Болмаса біз бірнеше үйлерге соғып кеттік. Ішінен утепление жасауға болады. Өткен жолы жеке видео түсірген болатынмын. Ішінен утепление жасауға болады. Сыртқы қабырғаларды 3 қатар көтеріп аласыздар. Ортасына тройка пеноплекс саласыздар. Болмаса каменный вата саласыздар. 5 сантиметрлік, 70-лік, 50-лік тығыздықтағы. Содан кейін сыртқы қабырғалар мен ішкі қабырғалар перегородкалармен связка болады. Ішкі қабырға мен сыртқы қабырға әр 3 қатар сайын каменный ватаныда пеноплекстінде ені 60 сантиметр. 3 қатар болған кезде әр 3 қатар сайын кладышный сеткамен бірін байластырып тұру керек. Егер бір этажды үй салатын болсаңыздар, колоннасыз құя беруге болады. Егер екі этажды үй салатын болсаңыздар, онда колонна міндетті түрде. Адгезия бұда ең тамаша, адгезиясы жабысқақтығы керемет. Сложный штукатуркада, гипсовый штукатуркада ешқандай обработкасы ештеңкесіз жабыса береді. Адгезия бұда керемет, ешқандай проблема жоқ адгезиядан. Жалпы негізі осы қысқаша ғана түсіндіру. Енді Құдай қаласа алдағы уақытта осы кірпіштердегі толық жеке обзор жасаймын. Цехтарға барып, қалай жасалу жолдары, қандай кірпіш алған кезде қандай нәрсеге тереңірек мән беру керек, толық обзор жасаймын. Бұл жай ғана қысқаша ғана түсіндіру болды. Өз ойларыңызды комментарияға жаза отырыңыздар. Егер үй соғайын деп жатқан жолдастарыңыз, бауырларыңыз, туысқандарыңыз болса, осы видеомен бөлісіңіздер. Ал жігіттер, іске сәт.